Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Білім бұл біздің қазіргі өміріміздің негізгі болып саналады. Себебі білім беру жүйесі дұрыс болмаса, жарқын болашақта болмайды. Қазіргі қатал әлемде ешбір елден артта қалмау үшін, кейде тіпті жай ғана қара басты аман сақтап қалу үшін де білім қажет. Барлық дамыған елдер өздерінің білім беру жүйесімен мақтана алады. Олар осы жеткен жетістіктері білім беру жүйесінің арқасында екенін жақсы біледі. Ал қазір әлемнің түрлі елдеріндегі білім беру жүйесі туралы артықшылықтар мен қолданылатын нақты амал тәсілдері жайлы айтамыз. Сіз видеоға лайк басуды ұмытпаңыз, ал біз бастаймыз. Сингапур. Бұл елдің білім беру жүйесінің негізгі артықшылығы қос тілді қатар меңгеру, яғни сабақтар қытай және ағылшын тілдерінде өтеді. Соның арқасында бастауыш сыныпта оқитын балалардың өзі шетелдіктермен сөйлесе алады, ал ол бала орта мектепті бітіргенде екі тілді емін-еркін меңгеріп шығады. Сингапур білім беру жүйесі меритократияға негізделген. Меритократия бұл адамның қоғамдағы орнын оның қайдан шыққаны емес, оның не істегені, қоғамға қандай еңбек сіңіргені анықтайтын жүйе. Ең бастысы, Сингапур білім беру жүйесі шығыс мәдениеті мен батыс мәдениетін бөлмей, балаға бірдей сіңіреді, негізгі мақсат етіп маман жасап шығаруды қойған, және гуманитарлық салаға емес, техникалық салаға басымдық берген. Мүмкін бұл Сингапур денсаулық сақтау мен биомедицина саласына дамытуды мақсат етіп отырғаннан болар. Балалар мектепте 6 жастан 16 жасқа дейін оқиды. Алғашқы 6 жылы бастауыш білім, ал кейінгі 4 жылы орта білім болып саналады. Ал одан кейін, егер оқығың келсе, орта кәсіби білім алуға немесе жоғарғы білім алу мүмкіндігі бар. Әрине, егер емтиханнан тиісті балл жинай алсаң. Қытай Халық Республикасы. Біз тірі тұрғанда оқуды тоқтатпаймыз. Бұл қытайлық жоғарғы сынып оқушысының ұраны. Бұлай ұрандату заңдылық па дерсіз, себебі миллиардтан астам халқы бар бұл елде әлеуметтік сатыда жоғарылаудың жалғыз жолы талмай оқып білім алу. Сол себепті қытайлар баласын оқытуды ерте бастайды. Балабақша балақайларды 3 жастан бастап қабылдайды. Бастауыш мектепте 6 жыл, орта және жоғарғы мектепте 3 жыл білім беріледі. Бастауыш және орта мектепті тегін және міндетті, ал жоғарғы мектепте оқу үшін ақша төлеуге тура келеді. Тіпті бастауыш сынып оқушыларын да еңбекке араластырады. Арнайы практикалық бағдарламалар арқылы балалар шеберханалар мен фермадағыла еңбекке тартылады. Ал орта мектепте балалар қытай тілімен шектелмей, ағылшын тілін оқуды да бастайды, және дәл осы кезден балаға саяси сауаттылық жайлы сабақтар өтіледі. Күннің алғашқы жартысында балалар негізгі пәндерін, ал түстен кейін қосымша сабақтарды оқиды. Және ең бастысы, қытайлық балаларда бос уақыт болмайды. Қытайлар балаға айналысар ермек немесе жұмысты міндетті түрде табады. Италия. Бұл елдің білім беру жүйесі тіпті қызық. Мектептегі білім беру 13 жыл және міндетті түрде 2 рет мектеп ауыстырады. Мектеп формасы деген атымен жоқ, ал мектеп бітіргеннен кейін ешкім тойлатпайды. Ешкім бітіру кешін ұйымдастырмайды. Балалар бастауыш мектепті 6 жыл оқып бітірген соң орта мектепке өтеді. Ең қызығы, бұл мүлдем басқа мектеп, басқа мұғалімдер және басқа сыныптастар. Тіпті кішігірім елді мекенде тұрсаң да, бір партада отырған досыңмен қайтадан бір сыныпқа түсуің мүмкін емес деуге де болады. Италиялықтардың ойынша, осы арқылы балаларда жаңа ортаға бейімделу мен өзгерістерді қабылдау қабілеті пайда болады. Мектеп бітірген оқушы колледжде техникалық білім ала алады, ал жоғарғы білімге, яғни университетке түсу үшін әуелі университетке дайындық лицейін оқып барып университетке барады. Енді мен қатты жақсы көретін мемлекеттің білім беру жүйесі жайлы айтам. Бұл ел оқушылары әлемдегі ең білім деңгейі жоғарғы оқушылар, және әлемдегі ең көп кітап оқитын оқушылар да осы елде. Бұл қай ел деп ойлайсыз? Әрине, мен жақсы көретін, әрдайым айтып жүретін ел Суоми, яғни Финляндия. Ғалымдарды таң қалдырған факт, финляндиялық балалардың білім деңгейі емес, олардың оқуға тым аз уақыт бөлетіндігі. Соның өзінде білім деңгейі өте жоғары, себебі Финляндия білім беру жүйесінде теңдік бар, яғни элиталы немесе әлсіз деген мектеп жоқ. Бұл елдегі ең үлкен мектепте 940 бала, ал ең кішкентай мектепте бар жоғы 11 бала оқиды. Олардың бәрі бірдей құрылғылармен бірдей жағдайда білім алады, ал мектептің қаржыландырылуы да тура пропорционалды. Бір кездері мектепті таңдауға болмайды деген заң болған, яғни ең жақын мектеп қай жерде болса, бала сол мектепте оқиды. Кейін ол заңды алып тастады. Соның өзінде балалар сол әдеттейінше ең жақын мектепте оқиды. Таңдап не керегі бар? Бәрібір мектептің бәрі бірдей ғой. Екінші ерекшелігі, балаларды білім деңгейіне қарай бөлмейді.
пәндер де бірдей деңгейде деп саналады. Мысалға, математиканың бейнелеу өнері сабағынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Математиканы 5-ке оқитын бала мен бейнелеу өнерінен 5 алған бала бірдей қабілетті болып саналады. Ал баланың ата-анасының мамандығын, қай жерде жұмыс жасайтындығын мектептегі мұғалімдердің көпшілігі біле бермеуге тырысады. Бұл педагогикалық этика ережесіне қайшы болып саналады. Баладан ата-анасының жұмысын сұрау немесе анкета толтыру арқылы сұрау заңмен тыйым салынған. Сыныптар жақсы оқитындар немесе жаман оқитындар деп бөлінбейді. Тіпті бала мүгедектер арбасында отырса да, басқа балалармен бірдей сыныпта оқи береді. Себебі ол бала да басқа балақайлар да ерте ме кеш пе бәрібір сол фактіні қабылдауы керек қой. Тек көз жанары мен есту қабілеті төмен балаларға арналған сыныптар бөлек болуы мүмкін. Мұғалімдерге оқушылардың біреуін басқалардан артық жақсы көруіне тыйым салынған. Барлық мұғалімдер әрбір оқу жылына мектеппен контрактіге отырады және өте жоғары еңбекақы алады. Мұғалімнің көмекшісі айына 2500 еуродан бастап, бұл теңгемен 1,5 миллион теңге, ал пән мұғалімі айына 5000 еуроға дейін, яғни 3 миллион теңгеге дейін еңбекақы алады. Және бәрі оқушылар үшін тегін. Оқу, түскі ас, үйірмелер, қажетті кітап, дәптерлер, қалам, қарындаштар және сол сияқты ұсақ-түйектің бәрі, тіпті калькулятор мен планшетке дейін. Әр балаға жеке тапсырма беріледі. Тіпті бір сыныпта оқитын 2 бала 2 түрлі, яғни өз деңгейіне сай тапсырма орындайды. Орындай алса, екеуі де 5 алуы мүмкін. Финляндияда жекеменшік репетитор таппайсыз, себебі әр мектептің өз репетиторлары бар. Олар балаға қосымша сабақ бере алады. Әрине тегін. Финляндияда оқушыларда экзамен жоқ. Олар баланы экзаменге емес, өмірге дайындайды. Яғни мектепте оқушыларға контракт түзуді, банк картасын сауатты пайдалануды, салық төлеу ережелерін, веб-сайт жасауды, скидкаларды дұрыс есептеп, тауар бағасын шығаруды үйретеді. Және мұғалімнің жұмысына ешкімге араласуға болмайды. Ол сабақты қалай жүргізгісі келсе, солай жүргізеді. Яғни мұғалімге план, яғни жоспар берілмейді. Достар, қарапайым экономика арнасында Финляндия жайлы шыққан өте қызықты видеоны ұмытпаған боларсыз. Егер көрмеген болсаңыз, сілтеме төменде болады. Сіздерге бір ұсынысым бар. Финляндия жайлы жазылған кеңес үкіметі кезінде Қазақстанда оқуға тыйым салынған Ақ Лалагүлдер өлкесі атты кітапты аудио кітап етіп, осы қарапайым экономика арнасына салсам, бос уақытыңызда құлаққаппен тыңдап, әрі саяси, әрі экономикалық, әрі адами гуманитарлы мол ақпарат алар едіңіз. 100 жыл бұрынғы кітап болса да, өте құнды. Совет үкіметі бұл кітапқа бекерден бекер тыйым салмаған екен ғой деп таң қалатын боларсыз. Егер керек десеңіз, комментарийге жазыңыз. Көп адам сұраса, аз уақытта, жылдам, барынша сапалы етіп жасауға тырысатын боламын. Сіздер қарапайым экономика арнасын көрдіңіздер, қоштаспаймыз. Осы видеоға лайк басып, арнамыздағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.